Қазақтың ұлы ақыны, ағартушы, қазақ әдеби тілінің негізін қалаушы Абай Құнанбаев 1845 жылы 10 тамызда Семей облысы Абай ауданы Шыңғыс тауының бауырында дүниеге келген. Абай атақты Тобықты руының Ырғызбай тобынан тараған. Абай әуелі ауыл молдасынан сауат ашып, сосын Семейдегі Ахмет Риза медресесінен 3 жыл оқып білім алды. Абай Құнанбайұлы көптеген өлеңдер жазған. Ғылым таппай мақтанба, өлең сөздің патшасы, сөз сарасы. Мен жазбаймын өлеңді ермек үшін. Қыс жаз күз және бақса өлеңдер жазған. Мен жазбаймын өлеңді ермек үшін. Шоқпарды ертегіні термек үшін. Көкірегі сезімді тілі оранды. Жаздым үлгі жастарға бермек үшін. Бұл сөзді тасыр ұқпас сауапты оғар. Көңілінің көзі ашық сергек үшін. Түзуке қисық қаңыр қырын келмей, сырттан ыспес сырын көрмей. Шу дегенде құлағын қосам сыйды, өскен соң мұндай сөзді бұрын көрмей. Таң қаламын алдыңға айтқан ұқпай, және айта бер дейді тыным бермей. Сөз айттым әзірет әлі айдақарсыз. Мұнда жоқ алтын ек сарала қыз, кәлілікті жаманда бөлім тілеп. Болсын деген жерін жоқ жігіт арсыз, әсіресе қызыл емес деп жеренбеңіз. Түбі терен сөз артық бір байқарсыз.